Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Шебердің қол ортақ, өлеңшінің сөз ортақ деген. Өткенде менің Астана қаласында өткен «Қарапайым кітап» деген кітабының тұсаукесерінде Нұржан Ділманов ағамыз кітабының байғазысы деп өз қолымен жасаған бір домбыраны сыйға атаған болатын. Енді бүгін мінекей Өктай бауырымыздың Астанаға келгенімізді естіп, екеуің де қазақтың балаларысыңдар, ауылдан шыққан жігіттерді қолдау парызым деп, көздің ағы мен қарасындай қос інімді бөліп жармайын деп, өзімізге таңдатып, осындай ең бағалы, керемет құнды сыйлықты бізге ұсынып жатыр. Нұржан аға, көп рахмет. Құдай сыйласын. Алла қолыңызға дерт бермесін. Осындай жасап жатқан тірлігіңіздің жемісін көріңіз. Аман болыңыз. Алла разы болсын. Тойыңызда қызмет қылып нәсіп етсін аға. Ең керемет сыйлық болды. Сөйлеп тұрып